Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін осындай печенье жасайтын боламыз. Үй жағдайында жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер және де видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Біз ең алдымен таза ыдысымызға жылы сүтімізді құйып, сахарымызды саламыз, сосын жақсылап екеуін араластырып, ерітілген сұйық майымызды саламыз. Сосын тағы барлығын жақсылап араласып шығамыз. Сосын біз оның үстіне ванилинді шайне ложка саламыз, сосын жақсылап араластырып, ұнымызды салып жібереміз. Достар, ұнымызды екіге бөліп салуымыз қажет. Осылай ұнды жақсылап араластырып болғаннан кейін біздің массамыз дайын болады. Қамырымыз қатты, қою немесе сұйық болмау керек. Дәл видеода алай болған дұрыс. Сосын арнайы кондитерский мешокті алып, ішіне қалаған насаткамызды саламыз. Мен осында 2 насатканы қолдандым. Сосын қамырымызды салып, міне листімізге арнайы әдемілеп құйып шығатын боламыз. Достар, әр қайсыңыз өздеріңіз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Мінекей достар, біздің печеньеміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де видеоны лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаң.